Жоқ, жазушы емес, бірақ ол өнер адамы. Жоқ, оның есімін естімеппін. Ол қазіргі заманғы жаңа бағытта сурет салатын адам. Аян, жаңа бағыт дегенді түсіндірші. Фотошоп дегенді білесің бе? Әрине, екі не одан да көп фотоны қиюластырып, бір суретке жинақтау ғой. Дұрыс айтасың. Ендеше, соны енді екі түрлі жанрдың қосындысы деп қара. Сонда қалай? Фотосурет пен қолдан салынған суреттің қосындысынан да таңғажайып дүниелер жасалады екен. Мен айтып отырған Бен Кейн осы жанрда жұмыс жасайтын суретші. Қандай керемет! Оның суреттерін көрсете аласың ба? Әрине, интернетке кіріп, Бен Кейн шығармашылығы деп түймені бассаң, шыға келеді. Жақсы, міндетті түрде көріп, танысамын. Жарайды, одан алған әсері туралы айтасың ғой. Әрине, міндетті түрде ой бөлісеміз.